өздері қажетті, өздері қолжетімді адамдар алады. Кімнің ақша жетеді, сол алады деді, бағаны жоғары қойып қоямыз деп. Nokia мысалға бізге қалай айтсақ болады? Біздің бағамыз төмендеу, барлық адам мен сотымды Nokia-ны қолдана берсін, біздің бағамыз төмендеу болады деп өзінің бағасын белгілейді. Яғни баға прайс екіге бөлінеді. Жоғары баға, төменгі баға. Премиум класс дейді, және арзан класс деп екі топқа бөлінеді. Одан кейін place дегеніміз тарату арналары. Мысалы айтады, мына iPhone телефоны. Біз барлығымызда iPhone бар ғой, біз қай жерден сатып алдық iPhone-ды? iPhone тарату орнына дүкендер болады, онлайн магазиндер болады, мысалға. Сосын не болады? Сол жақтан сатып алып келеміз, iPhone өзінің магазин сатып алып келеміз. Мына жердегі Қазақстандағы нелерден серіктестерінен сатып аламыз, яғни әртүрлі жерден сатып алып, оны тарату арналарында айтамыз. Одан кейін промоушн жарнама. Мен қазір сіздерге осы төртеу туралы тағы да толығырақ тоқталатын боламын. Мысалға біз өнім, тұтынушының қажеттілігін қанағаттандыратын зат немесе қызмет. Қызметтегі өнімді шығара аламыз, мысалы қандай қызмет, қандай өнім керек. Мысалға Apple ол жай ғана телефон емес, ол сапа, бренд, дизайн. iPhone бренд, сапалы, өте сапалы, суыққа төзімді. Мысалға біз өнім шығара алдында екі сұраққа жауап беруіміз керек. Өнім қандай мәселелер шешеді, оның ерекшелігі қандай. Осы екі сұраққа жауап берген кезде бізде өнім пайда болады. Одан кейін прайс дегеніміз баға жаңа айтып. Мысалы IKEA деген қолжетімді баға саясатын қолданады. Rolex деген сағат бар ғой, жұлдыздар әлемді жұлдыздар тауып жүретін. Ол қымбат баға, яғни премиум баға арқылы элиталық имидж қалыптастырады. Яғни премиум класста өздерінің өнімін сатады. Баға стратегияларын келтіріп отырсақ, премиум баға, жеңілдіктер мен акциялар және психологиялық баға. Психологиялық баға дегеніміз қандай болады? Мысалға бізде өнім негізінде 10 мың теңге сатқымыз келеді, бірақ оны 9.999 теңге алып қояды. Қайсысы миымызға жеңілдеу келеді психологиялық жағынан? Арзан сияқты болып келеді. 10 мың теңгесі қымбат болып кететін сияқты, бірақ 9.999 теңге арзан болып көрінеді. Баға. Енді прайс өнімді тұтынушыға жеткізетін жол немесе арна. Біз өнімді шығарып алып үйде отыра бермейміз ғой. Біз киім шығардық, әдемі киім тіктік, үйде отыра бермейміз, Немесе қалай айтсақ болады? Біз бір юристпіз да, үйімізде мен юристпін деп дипломын ұстап жатсақ болмайды ғой. Біз яғни белгілі бір офиске барып жұмыс жасауымыз керек, Немесе біз киім шығарсақ, бір не алуымыз, дүкен алуымыз керек, ілуіміз керек, Мысалға, онлайн, ладно біз дүкен бізге қымбат болады, мен енді бастап жатқан кәсіпкермін десеңіз, онда біз не істейміз? Онлайн, Инстаграм ашып, сәндейміз, жаңағыдай сыртқа барып фотоға түсеміз, сөйтіп Инстаграмға қоямыз. Яғни бұны тарату арналары. Мысалы, Макдональдс айтайық, білеміз Макдональдс. Бұның тарату арналары дүкендер барлық жерде орналасқан. Әр өзінің точкасы бар. Одан кейін Amazon, онлайн жеткізу жүйесі. Amazon дегеніміз онлайн, Pingo-ны айтсақ болады, Олар не дейді? Біз онлайн ғана сатамыз, бізге магазин керек емес дейді. Және Каспи маркет, Каспи магазинде айтсақ та болады, біз өнімдерімізді сата аламыз. Содан кейін промоушн жарнама. Өнім туралы ақпаратты тұтынушыға жеткізу керек. Біз не қылдық? Өнімді шығарды, бағасын қойды, қай жерге апарып қоятын болдық, біз не істейміз? Адамдар келу керек. Мысалға, дефакто бар, қанша тұр бар, болды мен. Өнім бар, адамдар келеді деп күтіп отырса бола ма? Болмайды. Дефактың қасында Waikiki тұр, Катон тұр, Zara тұр, Мен барғанда, мысалы, барлығын кіремді, мен бірақ ең көп нені көрген рекламада, Zarаны көрген болсам, Zaraдан барып киім алып кетемін. Мен дефактыны көрмеген, маған таныс емес, дефакт деген не? Ол маған қызық емес. Сол үшін біз не істеуіміз керек? Жарнама жасауымыз керек. Жарнаманың түрлері бар. Телевизор жарнамасы. Қалай түсінесіздер? Телевизорда жарнама не айтсақ болады? Мысалы ретінде. Телевизор, кинолардың арасында жарнама болып кетеді. Соны жарнамаларды айтамыз, Одан кейін әлеуметтік желілерді жарнама. Әлеуметтік желілерді жарнама қалай? Нелер бар? Біз ең көп біз білеміз. TikTok жарнамасы, Instagram, Instagramда қандай жарнамалар бар? Екі топ бөлінеді жарнама. История, пост. Ау? История, пост. История, пост. Содан кейін блогерлер жарнамасы бар. Блогерлер. Сосын тағы бір жарнама түрі бар. Таргеттік жарнама деген білесіздер ме? Біз мысалы бүйтеміз. Туристке барамыз да жазамыз мысалға. Маған футбольный доп керек деп мысалға. Или кітап керек осындай істесек, сәлден кейін біздің Инстаграм парақшамызда не пайда болады? Сол кітаптың рекламалары кетіп жатады. Автоматически. Яғни блогерлер және таргетті жарнама болады, Мысалы блогерлер не қолданады? Өзінің сторис арқылы саталады, және де пост арқылы жарнамалайды. Содан кейін
скидкалар науқандар. Мысалға, қазір көктем, уже магазиндер көкке тұрады. Не істейді? Скидка акциялар жасайды, барлығы. Товар сату керек қой, халық болған. Көктем болып товар сату керек, скидка акциялар. Сол арқылы да жарнама жасауға болады. Сонымен төртіншісі блогерлер жұмыс. Оны жаңа айттым. Мысалы, Coca-Cola әр мейрам сайын жаңа жарнама шығарады. Мысалы, Coca-Cola биыл көрдіңіздер ме, жаңа жылда андай үлкен автобус болып жүрді, мысалы, Мегасилкой жақта мысалы, ол да жарнама. Адамдар Coca-Cola, істеп жатыр дейді, барлық адам интересуется, қарайды интернеттен, сен кетіп барасың, магазинге барасың, Coca-Colаны сразу танисың мысалға. Қасында таныс емес қаншама су тұрады, бірақ Coca-Cola саған таныс болады. Яғни жарнама. Яғни қорытынды дұрыс өнім керек бізге, дұрыс баға, дұрыс тарату арнасы, дұрыс жарнама. Тапсырма. Өз бизнесің болса, сен қалай 4-5 стратегиясын қолданар едіңіз. 4-5 стратегиясы бүгін кімдер түсінді? Қалай түсіндіңіздер 4-5 стратегия? Кім өз ойын айта алады? Алғашқы не керек? Бізге ең бірінші не керек? Өнім керек. Содан кейін баға белгілеуіміз керек. Содан кейін жарнама. Содан кейін таратуымыз керек. Мысалға біз праг берікте киім сататын болсақ, баға қандай болады? Арзандау болады. Лебі берікте сататын болсақ, премиум класста сатамыз. Мысалға біз арзан сататын болсақ қандай болады? Арзандау сатамыз. Өйткені базар скидка қоямыз. Жарнама жасаймыз. Қанша түрлі сататын болсақ қалай? Сәл премиум класс, жаңағыдай конкуренттерге қарап бағаны қоятын боламыз. Жарайды, рахмет сіздерге. Бүгін біз сіздерге экзамен сұрақтан тест дайындап бердік. Тест сабақ бойынша тест беріледі, соны қарап тапсырыңыздар.